Қуырылған лағман дәмі тіл үйіреді, міндетті түрде жасап көріңіз. Сәлем достар, бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін қуырылған лағман дайындаймыз. Алдымен лағман кеспесін жасаймыз. Ыдысқа суық су, жұмыртқа, тұз салып араластырамыз. Ұнға қосып жұмсақ әрі серпімді қамыр илейміз. Қамырды жақсылап иілеп, бетін жауып 30 минут тынықтырамыз. Демалған қамырды ұзынша бөліктерге бөлеміз. Содан кейін әрқайсысынан жгут жасап, видеодағыдай ыдысқа тізіп шығамыз. Тағы 20-30 минут демалдырып, әр бөлікті қолмен жайлап созамыз. Жіңішке әрі ұзын кеспе жасаймыз. Қайнап тұрған тұзды суға кеспені салып, 3 минут қайнатып пісіреміз. Піскен соң суық сумен шайып, аздап майлап араластырамыз. Енді сиыр етін жіңішкелеп турап, ыдысқа салып, үстінен тұз, соя тұздығын, картоп крахмалын және жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. 40 минутқа қойып маринадтаймыз. Етіміз маринадталғанша көкөністерді дайындаймыз. Сарымсақты майдалап турап, пияз, болгар бұрышын және пекин капустасын кесектеп тураймыз. Табаға өсімдік майын құйып қыздырамыз. Үстінен етті салып, қызарғанша қуырамыз. Содан кейін көкөністерді кезекпен қосып қуырамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл қара бұрыш, соя тұздығын, томат пастасы мен су құйып, көкөністер жұмсарғанша бұқтырамыз. Алдын ала пісірілген лағман кеспесін видеодағыдай тураймыз. Табаға май құйып қыздырып, лағман кеспесін саламыз. Үстінен соя тұздығын құямыз. Содан кейін үстінен тұздықты құйып, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне қуырылған лағман дайын, ас болсын. Осындай оңай әрі дәмді рецептер үшін арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.
сіздермен болған ақ гүл.